Ассалаумалейкум қыздар, осындай заттарым келіп қалды өзімнің каргомнан, тез каргомнан. Бұл заттардың барлығын мен 20 күнде қолыма алып тұрмын. Атырауда тұрамын. Так складқа, Алматыда складқа ол 7-10 күнде примерно келіп тұр. Қазір бір-бірлеп ашып қарайық. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Сіздермен алдағы уақытта күшті распаковкалар болады. Мен бұл жолы барлығын қызым мен балама бердім. Киімдер. Ашып көрейік. Вау! Қызым мен балам бірдей жүрсін деп мынадай бердім. Бұл вафли материал ма сондай. Қызымдікі мынау. Қазір ашып көрейік. Ішінде купоны бар. Если бұл магазиннен мен тағы да заказ беретін болсам, міне осындай купон. 2 юаньға купон берген. Қараңыздар, қалай күшті орап жіберген мына жерде. Андай қағазға салып, прям материалды қараңыздар. Прям күшті. Көрініп тұрған шығар да. Төмені манжета. Мына жерде мен монтаж барысында фотосын қалдырып кетемін. Күшті екен. Ұнап жатыр. Мынау көктемге дайындықтары ғой енді. Осындай киім. Мынау дәл осындай, тек ұл баланікі. Бұған осындай цветтерін. Келесі бұл очки болу керек, балаларыма берген. Давайте ашып көрейік. 5 чехол бердім. Қазіргі очкилер бар ғой, шығып жатыр ғой. Майыстырып алатын. Сынбайтын, балдарға сондай жақсы болады. Екеуіне берген. Міне. Сүртетін подарки беріпті. Екеуіне 2 очки. Күшті. Мұндай еді. Негізі футляры бар, андай домалақ. Оны бермедім. Күшті ғана томпи. Міне, осылай балдар киіп жүреді. Күшті екен. Рахат, жинап аласың, сөмке салып аласың, сынбайды, ештеңе етпейді. Күшті екен. Жинақталуға да оңай екен. Міне, мынадай болып тұр. Мынаны да көрсек болады, осына қызыма, балама. Мынадай 2 несі. Келесі не екен, көрейік. Көп ақша үнемдеуге болады. Негізі Финдодан заказ беру арқылы. Мен балдарымды чисто осымен киіндіріп көп ақшаны. Мына мен қызыма берген 2 лапша материалда. Жазға киюге арналған. Тоже қағазбен күштетіп орап жіберген. Міне этикеткасы бар. Жеңіл материал. Созылады екен. Көрсетейін сіздерге. Осындай. Мына жерде асты. Тоже бәрі күшті екен. Қаншаға шықты примерно. Жазып қойған қағазынан қарап айтып. 720 теңге не бәрі. Күшті. Самый үлкенін ашып қарайық. Бұл, кажется, мен сестренкама берген плащ болу керек. Вовремя келді. Ой. Ішіндегі салафанды жыртып жібердім, байқамай қалдым. Кешіп жүрдім. Вау. Жаным менің. Осыны қатты күтіп еді. Мұндай этикеткасы бар. Сіздерге көріну үшін көтерейін сәл. Міне. Ішін ашып қарайық. Іші мынадай жұмсақ. Кешкіліктерде, күн салқын мезгілде киюгенге күшті. Күшті екен. Мындай ремешогы бар. Ішім ұнады. Жақсы, қалың. Мына жері басқаша екен. Бұның бағасы где-то 3,5 мың. Кстати, біз бұны Атырауда магазиннен 14 мыңға көрдік. Живой барып. Келесі. Бұл менің қызыма берген аяқ киім. Сайттан бәрін қарап отыруға болады.
Сіздер де осы каргомен заказ бергілеріңіз келсе, менің курсыма қатысуларыңызға болады. Бастан аяқ түсіндірілген видео қысқа-қысқадан. Жаным менің, қажыма бергенім ғой мынау менің. Күшті да. Өңше мындай ұра жүрді. Міне осындай күшті аяқ киім. Так, бұны мен қанша қалдым, қазір бағасын қарайын. 1684 теңге екен. Бағасына стоит меніңше. Күшті ғой, модный, жеп-жеңіл, рахат. Енді балам алып бермейді осындай. Келесі бізде қандай зат екен? Көрейік. Қазір аккуратно ашатын арке жоқ. Мына мен балама берген шалбар. Сіздерге Пиндодадан сайттан қайдан алғанын көрсем. Бұл не? Брендовый шалбар. Міне бренд товарлар сататынды біз көрсетуге болады, қарауға. Прямо қағаздардың этикеткасынан көрініп тұрған шығар, қалай келіп жатқан. Күшті шалбар екен. Үлкен сияқты мен балама үлкен беріп қойдым ау деймін. Так. 90 сантиметр бердім. Балам бірақ 1,5 жаста. Барып қалар. Күшті екен, качествосы прям. Дайлады, күшті. Көрініп тұрған шығар. Келесі. Көрейік. Қандай товар. Енді соңғы поток қалды. Ол 21 күні шыққан. Енді келу керек. Мына кофтам балама берген. Жаңа шалбармен киіп деп ойымша. Но бана шалбар что-то үлкен сияқты болып тұр. Күшті материал қараңдар. Күшті тоже лапша сияқты, бірақ басқаша. Мына жерде фотосында қалдырып кетем, қандай екен. Бағасын айтып жіберейін. Бағасы күшті, маған қатты ұнап тұр. Енді үшінші потоктың заттарын күтіңіздер. Ол үшін тіркеліп, каналға лайк басыңыздар.